инвестициялық климатты жақсарту мен Қазақстан экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндауға рұқсат етіңіз. Қазіргі таңда Қазақстан орталық Азияда тікелей инвестицияларды тарту бойынша көшбасшы ел. Қазақстанның үлесі шамамен 70%-ді құрайды. Биыл 9 айда негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 21,6%-ға артып, 7,5 триллион теңгені құрады. Тау-кен өнеркәсібінде өсім 41,4%, құрылыста 37,1%, өнеркәсіпте 6,4%. Республикалық деңгейде инвестициялардың басым бөлігі Атырау 35,8%, Астана 9,2% және Алматы 6,5%. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі жеке қорлардың үлесі 2018 жылдың 9 айында 73,1%-ды құрады, ол 5,5 миллиард теңге. Биылғы жеке меншік қаражатты 2017 жылдың 9 аймен салыстырғанда өсім мына аймақтарда бар. Ол Маңғыстау, Жамбыл, Атырау, Алматы, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Түркістан, Павлодар, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстары және Астана қалаларында. Төмендеу келесі өңірлерде байқалады. Ол Астана қаласы 1,9%-ға, Қызылорда облысы 3,6%-ға және Ақтөбе облысы, Солтүстік Қазақстан облысы және Шымкент қаласы. Биылғы бірінші жарты жылдықпен қорытындысы бойынша тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 15,4%-ға ұлғайып, 12,3 миллиард долларды құрады. Атап айтқанда өсім мына салаларда байқалады. Ол тау-кен өнеркәсібі 6,7 миллиард доллар, сауда 2 миллиард доллар, көлік саласы, қаржылық және сақтандыру қызметтері, ақпарат және байланыс саласы. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында ұлт жоспары 100 нақты қадам аясында министрлік трансұлттық компанияларды тарту жұмыстарын жүргізуде. Шамамен 10 миллиард 600 миллион доллар болатын 34 жобадан трансұлттық компания жобаларының тізімі жасалды. Жалпы сомасы 1,4 миллиард доллар болатын 12 жоба іске асыру сатысында. Жалпы сома 9,2 миллиард ақш доллары құрайтын 22 жоба пысықталуда. Бұл жобалар туралы Қазақ Инвест компаниясының басшысы нақты баяндайды. Қазіргі уақытта 3 деңгейлі инвестиция тарту жүйесі құрылды. Бірінші ол сыртқы деңгейде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі, Қазақстанның шетелдегі мекемелердің инвестициялық кеңесшілері және Қазақ Инвест өкілдері. Орталық деңгейде Инвестициялар және даму министрлігінің инвестициялар жөніндегі комитеті және Қазақ Инвест ұлттық компаниясының акционерлік қоғамы және өңірлік деңгейде жергілікті атқарушы органдар, Қазақ Инвест ұлттық компаниясының акционерлік қоғамының аймақтық өкілдері. Соңғы жылдары заңнамаға көптеген өзгерістер енгізілді. Ол рұқсат беру, салық салу, кедендік бақылау жүйелерін көші-қону визалы режимі жеңілдетілді. Сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ұсыныстарына сәйкес сот жүйесін жетілдіру жұмысы жүргізілді. Қазіргі уақытта ірі инвесторлардың қатысуымен болатын инвестициялық даулар бірінші сатыдағы сот ережелері бойынша жоғары сотта қаралады, қалғандары Астана қаласының сотында. Оларды қарау үшін жоғары сотта Астана қаласының мамандырылған сот алқасы құрылды. Проблемалық мәселелерді жедел шешу мақсатында инвесторлардың мемлекеттік органдармен даулы мәселелерді бойынша мүдделерін қорғайтын инвестициялық омбудсмен институты жұмыс істейді. Келесі слайд. Өңірлік деңгейде әкімдіктерге инвестициялық климатты жақсарту жөніндегі кеңестер бар. Әкімдердің жауапты орынбасарлары, индустриялық инновациялық даму және инвестициялар басқармасы, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, Қазақ Инвест акционерлік қоғамның аймақтық өкілдері және инвесторларға қызмет көрсететін орталықтар жұмыс істеп жатыр. Енді аймақтағы инвесторлардың жүйелік мәселелеріне тоқталғым келеді. Бірінші, бұл жер учаскелерін беру мәселесі. Әр өңірде дерлік жерді алуға көмек көрсетуді қажет ететін инвестициялық жобалар бар.
Бақытжан Әбдиевич, бүгін біздің есебіміз бойынша 25-тен астам осындай жобалар бар. Әрбір жоба бойынша, сіздің тапсырмаңыз бойынша біз әкімшіліктермен қазір нақты жұмысты атқарып жатырмыз. Екінші мәселе ол бірқатар жобаларды іске асыру инженерлік инфрақұрылым мәселесін ұзақ мерзімді шешуіне кедергі келтіреді. Бұл мәселе жүйелік сипатқа ие. Сіздің тапсырмаңыз бойынша қазіргі кезде тиісті механизм әзірленуде. Осындай жобалар 10 шақты жоба бар әрбір регионда. Үшінші құны 5,1 миллиард ақш долларын құрайтын 6 жоба бойынша газбен жабдықтау және газ бағасы мәселелері шешілмеген. Газды шикізат ретінде пайдаланатын жобаларға газ бағасын мәселесін шешу үшін газ және газбен жабдықтау саласындағы заңнаманы және заңға тәуелді актілерді өзгерту қажет. Қазіргі уақытта энергетика министрлігімен тиісті заң жобасының тұжырымдамасы әзірленді. Келесі мәселе арнайы экономикалық аймақтардың қызметі туралы бірқатар мәселелер бар. Мысалы, инфрақұрылымның аяқталмауы, ол Астана, Жаңақала, Павлодар, Атыраудың арнайы экономикалық аймағы. Келесі ол жобалармен толықтыру. Осы аймақтарды, мысалы, Морпорт Ақтау, Сарыарқа, Қорғас Шығыс қақпасы. Келесі мәселе ол басқарушы компаниялардың тиімділігі. Қазіргі уақытта парламентте бірнеше негізгі міндеттерді шешуге бағытталған заң жобасы бар. Олар салық жеңілдіктерді механизм жетілдіру, арнайы экономикалық аймақ пен индустриалды аймақты басқарушы компаниялардың беделі мен мәртебесін нығайту, арнайы экономикалық аймақ пен индустриалды аймақ қатысушыларына басқару компаниялардың жер учаскелерін беру және жаңа механизм енгізу, индустриялық аймақтарды реттеу. Келесі мәселе ол жобалық қаржыландырудың жаңа құралдарын енгізу. Елге инвестиция тарту өте бәсекеге қабілетті нарыққа байланысты болды. Инвестициялық преференцияларды немесе инфрақұрылымды қолдау ұсыну бүгінгі күні жеткілікті бола бермейді. Осыған орай мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес тікелей инвестициялар қорын құру мәселесі пысықталуда. Бұл қор анағұрлым перспективалы жобалар мен сұранысқа ие нысаналарда нақты инвестицияларды жүзеге асыратын болады. Келесі мәселе ол инвестиция тартуға маңызды рөл. Бұл әлеуетті инвесторлар үшін қажетті барлық ақпаратты қамту тиіс сапалы инвестициялық портал болып табылады. Үкіметте бірқатар отырыстар өткізілді. Оларда маңызды мәселелер, соның ішінде инвест портал туралы айтылды. Қазіргі уақытта бірқатар өңірлерде инвестициялық порталдарды толтыру туралы мәселесіндегі барлық ескертулер жойылды. Қалған өңірлерде биыл жылдың соңына дейін осы жұмыс аяқталады. Құрметті Бақытжан Әбдірұлы, инвестиция ел экономикасы өсімінің басты факторы болғандықтан бұл мәселе министрліктің тұрақты бақылауында.